Риддерде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне ұштастырылған салтанатты жиын өтті. Бұл шараны аша отырып, қала әкімі Дмитрий Горьковой жиналғандарды тұңғыш президент күнімен құттықтап, осы елеулі датаның әр қазақстандық үшін айрықша орны бар екенін ескере кетті. Ардақты ағайын, қадірлі жерлестер, биыл барша Қазақстан халқы үшін өте қастерлі ел тарихи үшін селеде. Мерекелі жыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Уважаемые риддерцы, Құрметті риддерліктер, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен құттықтаймын. Бұл жалпы ортақ ұлттық мереке болып кеткен анық. Қазақстанның мықты экономикасы бар мемлекет болып қалыптасуы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тікелей байланысты. Сол себептен 1 желтоқсан күні ортақ халықтық мерекеге айналды. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш негізін қалаушысы әрі тұңғыш президенті. Жаңа ұлттық тарих, яғни тәуелсіздіктің, егемендіктің 30 жылдығының қалыптасуы, нығаюы тікелей Қазақстанның тұңғыш президентінің есімімен байланысты. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы экономикалық прогрестің дәуіріне айналды. Қазақстан посткеңестік кеңістікте ең сәтті реформалардың жүзеге асырушысына, көшбасшысына айналған. Жыл сайын адамзаттық потенциалды анықтайтын салаларды дамытуға жұмсалатын шығындар артып барады. Білім, ғылым, денсаулық сақтауға, тұрғындардың әлеуметтік қорғалуына және мәдениетке. Құрметті жерлестер, әлеуметтік реформалардың нәтижелерін біздің өңірдің дамуынан да байқауға болады. Риддер әкімі Дмитрий Горьковой өңірдің өндірістік көлемдерін, әлеуметтік экономикалық дамуы, ірі жобалардың жүзеге асырылуы, ауыл шаруашылығының, кәсіпкерліктің дамуы, негізгі капиталдың инвестициялары, құрылыс және тұрғын үйлердің қайта конструкциялары, денсаулық сақтау, білім, спорт, тұрғын үй коммуналды шаруашылығы саласындағы жетістіктер жайлы айтып берді. Қала басшысымен өтіп бара жатқан жылдың қорытындылары жасалды және жаңа 2022 жылға жоспарлары айтылды. Уважаемые участники торжественного собрания, Құрметті қатысушылар, Қазақстан ол бір халық, бір болашақ. Алдағы біздің мақсатымыз ұлтаралық, конфессияаралық бірлігімізді одан әрі арттыру әрі нығайту. Баршаңызды тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулық, береке, бейбітшілік тілеймін. Отбасыларыңызға амандық тілеймін. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына ауқымды үлес қосқан риддерліктерге әкім мен мәслихат депутаттары атынан алғыс хаттары табысталды. Салтанатты жиын шығармашылық ұжымдармен дайындалған концерт бағдарламасымен аяқталды.